Сәлем, менің атым Брайан Трейси. Маған адамдар мынандай сұрақты жиі қояды. Табысты адамдардың әдеттері қандай? Олар қоғамдағы ең көп табыс табатын 20% адамдардың қатарына кіру үшін күн сайын не істейді? Аристотель бір кездері былай деген екен: сіздің іс-әрекетіңіздің 95%-ы әдеттің нәтижесі. Сондықтан басты қағида мынада: пайдалы әдеттер қалыптастырып, соларға сүйену керек. Ал зиянды әдеттердің пайда болуына жол бермеу керек. Тағы бір ереже: пайдалы әдеттерді қалыптастыру қиын, бірақ онымен өмір сүру оңай. Ал зиянды әдеттерді қалыптастыру оңай, бірақ онымен өмір сүру қиын. Менің өмірім мен психология саласындағы зерттеулерімде болған бір оқиға. Кез келген әдетке үйренуге де, одан арылуға да болады. Іс жүзінде сіз әдеттен мүлде арылмайсыз. Сіз оны жаңа пайдалы әдетпен алмастырасыз. Және ол жаңа әдет күшті әрі пайдалы болу керек. Пайдалы әдетті қалай қалыптастырамыз? Оны қайталау арқылы қалыптастыруға болады. Сіз таңертең оянған сәттен бастап көп нәрсені әдетпен жасайсыз. Ендеше ойланыңыз. Осылардың ішінде қандай әдеттер сіз үшін ең пайдалы болады? Мен бұл тақырыпта $1,000,000 әдеттер деген кітапты жаздым. Ол 12 тараудан тұрады. Және әр тарауда 20-30 әдет сипатталған. Келесі пайдалы әдеттерге тоқталып өтейін. Біріншісі, мақсат қоюды әдетке айналдырыңыз. Кешке ұйықтар алдында ертеңгі күніңізді ойлаңыз. Сол күнге арналған орындалу керек мақсаттар тізімін жазыңыз. Шағын болса да нақты мақсаттар болсын. Күнделік жүргізіңіз. Әрдайым мақсаттарыңызды жазыңыз. Жолда келе жатып, адамдармен сөйлесіп отырып, мақсаттарыңызды еске салып жүріңіз. Сіз күні бойы не туралы ойласаңыз, соған айналасыз. Барлық табысты адамдар мақсаттары жайлы көп ойлайды. Екіншісі, нәтижеге бағытталған болыңыз. Адамдар өзіне қажетті нәтижеге жету үшін дәл қазір істей алатын маңызды заттар жайында әрдайым ойлап жүру керек. Табысты адамдар не істеу керек екенін жазады. Ол жұмысқа кіріспес бұрын ең маңызды істерге басымдылық береді. Өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз: егер осы тізіммен тек бір ғана істі бітіре алсам, бір айға кетіп қалатыным анық болса, қайсысын міндетті түрде аяқтар едім? Оны қоршап белгілеңіз де, алдымен соны жасап бастаңыз. Тоқтамай, сол істі бітіргенше жұмыс жасаңыз. Осы қарапайым тәсіл көптеген кедей адамдарды байлыққа жеткізді. Қазірден ең маңызды ісіңізді істеп бастаңыз. Оны аяғына жеткізгенге дейін уақытыңызды тәртіпке келтіріңіз. Үшіншісі, адамдарға бағытталған болыңыз. Өмірде жетістікке жетуіңіз басқа адамдардың көмегімен қолдауына тікелей байланысты екенін мойындаңыз. Сондықтан өзіңізден сұраңыз: бұл адамдар маған көмек бере алу үшін мен оларға қалай көмектесе алам? Егер тек сату ғана ойласаңыз, оны тастаңыз. Үздік сатушылар өздері емес, клиенттері туралы ойлайды. Олар өздерінің клиенттерінің кім екенін, олардың не қалайтынын және оларға максималды түрде қалай көмек бере алатынын ойлайды. Оларға бүгін өткеннен де көбірек қалай көмек бере алатын туралы ойлайды. Табысты адамдар өздерінің отбасында да, жұмыс ортасында да ең маңызды адамдарға көңіл бөледі. Төртіншісі, денсаулыққа мән беріңіз. Әрдайым денсаулығыңызды ойлаңыз. Көбірек тамақтануды емес, дұрыс тамақтануды ойлаңыз. Күнделікті жаттығу мен демалысқа уақыт бөлуді ойлаңыз. Табысты болу үшін сізге энергия қажет. Энергияны сақтау үшін дұрыс тамақтаныңыз және дене белсенділігін сақтаңыз. Бесіншісі, мінез және адалдық. Әр қашан шындықты айтыңыз, қаншалықты ащы болса да. 6. Өзін өзі тәртіпке салу ең маңызды әдет. Мен бұл туралы жылдар бойы жаздым, айттым. Бұл барлық басқа жетістіктердің негізі. Өзін өзі қинап тәртіпке салу дегеніміз, не істеу керек болса соны дәл уақытында жасау. Оған ниетіңіз болсын, болмасын. Кез келген адам қалаған нәрсені жасай алады. Нағыз тәртіп сіздің ештеңе істегіңіз келмесе де, бәрібір жасап шығуыңызда. Көңіл бөлгеніңізге рахмет. Төменге пікір жазып, өзіңіз дамытқыңыз келетін бір әдетпен бөлісіңіз. Бұл әдет сізге ең басты мақсаттарыңызға жетуге көмектесетін болсын. Оны күн сайын қайталаңыз, және ол автоматты түрде жеңіл әдетке айналады.